Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Сіздермен бүгін қазіргі қазақ тілінің морфология курсы бойынша дәрісімізді бастаймыз. Дәріскер филология ғылымдарының кандидаты, профессор міндетін атқарушы Отарбекова Жәмила Пирмайқызы. Бірінші дәрісіміздің тақырыбы грамматика және оның салалары, басты грамматикалық ұғымдар. Грамматика және оның салалары, негізгі грамматикалық ұғымдар. Бүгін қарастыратынымыз грамматиканың зерттеу нысаны, сөз, сөздің дыбыстық комплекс жағы, сөздің дыбыстық жағы мен мағынасы арасындағы байланыс, сөздің лексикалық мағынасы, тілдің грамматикалық құрылысы жайындағы ұғымдар, грамматиканың салалары, морфология және синтаксис мәселелері, сөздің грамматикалық сипаты, басты грамматикалық ұғымдар, грамматикалық мағына, грамматикалық форма, грамматикалық категория және сөз формалары мәселесін қарастыратын боламыз. Грамматика және оның салалары. Жалпы грамматика деген сөздің өзі грек тілінен алынғанда оқи алу, әріпті жаза білу деген мағынаны береді. Ол қазірде тіл білімінің бір саласының атауына айналып отыр. Оның өзіндік себебі бар. Себебі грамматика деген сөздің бастапқы негізі сауатты жаза алатын адам деген мағынаға байланысты жас грамматистер деген ұғымнан шыққан. Грамматиканың салалары морфология және синтаксис деп аталады. Морфология деген сөз грек тілінде форма, яғни тұлға, және логос деген сөздерден шыққан. Сөз оның тұлғасы және оны зерттейтін ғылым саласы деген мағыналарды білдіреді. Ал синтаксис деген сөз құрылыс, тізбе, тіркес, тәртіп деген сөздерден қалыптасқан. Грамматиканың зерттеу нысаны сөз. Себебі тіл білімінің басқа салалары секілді грамматиканың да негізгі зерттеу нысаны сөз болып табылады. Мәселен, фонетиканың да зерттеу нысаны сөз болатын болса, себебі сөз деген бүкіл тіл дыбыстары сөзден құралатын болса, лексикологияның да зерттеу нысаны сөз болып табылады. Лексикология сөзді мағыналық жағынан, шығу төркіні жағынан, қолдану аясы жағынан қарастыратын тілдің бір саласы. Сөз деп танылу үшін оның лексикалық мағынасы болуы міндетті. Сол лексикалық мағынасы арқылы сөздер бір-бірінен ажыратылады. Ол лексикалық мағына қайдан шығады? Ол ұғымнан шығады. Яғни біз қандай да бір сөзді айтқан кезде санамызда сол туралы ұғым пайда болады. Яғни логикамыз іске қосылады. Затты көрсек те, көрмесек те бізде сол туралы түсінік пайда болады. Лексикалық мағына деген сол ұғым түсініктен, яғни ойлаудан туатын мағына. Сол мағынасы негізінде сөздер бір-бірінен ажыратылып, сөздіктерге енгізіліп, сөздіктердің реестрлік мағынасын құрайды деп айтамыз. Сонымен қатар сөзде лексикалық мағынамен бірге грамматикалық мағына болады. Себебі кейбір сөздеріміз лексикалық мағына бермейді. Мысалға, шылауларды алсақ, көмекші етістіктерді алсақ, оларда лексикалық мағына болмайды, дегенмен оларды да сөзге жатқызамыз. Себебі ол сөздерде лексикалық мағына болмағанмен грамматикалық мағына болады. Демек, сөзді біз лексикалық мағынасы мен грамматикалық мағынасы тұрғысынан қарастыруымыз керек. Тілдердің грамматикасына ортақ ұғымдар болады. Олар біріншіден грамматикалық мағына деген ұғым, екіншіден грамматикалық форма деген ұғым. Яғни форма сол мағынаны берудің амал тәсілдері, көрсеткіштері. Және олардың негізінде тілдегі сөздердің бір-бірімен байланысып, сөйлем құрау жүйесі кіреді. Енді соған қарамастан бүкіл тілдерге ортақ басты грамматика ұғымдар ретінде осы үш ұғымды атаймыз. Олар грамматикалық мағына, грамматикалық форма және грамматикалық категория деген ұғымдар. Грамматикалық мағына дегеніміз не? Айтқанымыздай, сөз болып танылу үшін ең алдымен лексикалық мағынасы болу керек. Сонымен қатар әрбір сөзде грамматикалық мағына болады дейміз. Ол грамматикалық мағына қайдан шығады? Грамматикалық мағына лексикалық мағынаның негізінде, соның жалпылануы нәтижесінде пайда болатын мағына. Яғни грамматикалық мағына лексикалық мағынадан кейін пайда болады. Олай дейтін себебіміз, алдымен біз сөздің грамматикалық сипатын анықтау үшін оның қандай мағына беріп тұрғанын, қай сөз табына жататынын, қандай топқа кіретінін анықтаймыз да, соның негізінде барып оның жалпы грамматикалық сипатын айқындаймыз. Сонымен қатар грамматикалық мағына сөйлеу процесінде пайда болады дейміз. Яғни сөз жеке тұрғанда бір мағынаны берсе, сөйлемнің ішінде мүлде басқа мағына беріп кетуі мүмкін. Грамматикалық форма деген не? Грамматикалық форма немесе тұлға сол грамматикалық мағынаны берудің амал тәсілі, көрсеткіші деген сөз. Ол сөздің сөйлем барысына еніп, түрлену нәтижесінде көрініс табады.
Мысалға, қазақ тілі үшін негізгі грамматикалық тұлғамыз қосымшалар болып табылады. Сонымен қатар көмекші сөздер, яғни сөздерді бір-бірімен байланыстыратын шылаулар және басқа да көмекші сөздерді грамматикалық тұлғалар деп айтамыз. Грамматикалық тұлғаның немесе форманың қандай түрлері бар? Оның түрлері синтетикалық, аналитикалық және синтетик-аналитикалық немесе аралас деп аталады. Синтетикалық форма, айтқанымыздай, қазақ тілі үшін ол қосымшалар жалғау арқылы грамматикалық мағынаның үстелуі. Бұл жерде ескеретін нәрсе, қосымша деген кезде бұған сөз түрлендіретін жұрнақтар мен жалғаулар ғана кіреді, ал сөз тудыратын жұрнақтар кірмейді. Себебі сөз тудыратын жұрнақтар грамматикалық мағына бере алмайды, олар сөз жасамдық, одан барып лексикалық мағына беріп кетеді. Екінші, грамматикалық форманың екінші түрі аналитикалық форма деп аталады. Ол көмекші сөздер арқылы жасалады. Тілімізде көмекші сөздің үш түрі бар: көмекші есім, көмекші етістік және шылаулар. Үшінші, синтетика-аналитикалық немесе аралас грамматикалық тұлғалар деп айтылады. Бұл жерде синтетикалық және аналитикалық тұлғалар, яғни қосымшалар менен көмекші сөздер қатар қолданылады. Сөз формасы деп грамматикалық тұлғамен тұлғаланған біртіндей сөзді айтамыз. Яғни құрамында қосымшалары немесе көмекші сөздері бар сөздерді сөздің аналитикалық немесе синтетикалық формасы деп айтамыз деген сөз. Мысалға, үйге дейтін болсақ, үйде десек, үйден десек, ол қосымша арқылы жасалып тұрғандықтан синтетикалық формалы сөз болады. Ал енді үй үшін десек, немесе үйге дейін десек, көмекші сөздер қатысып тұрғандықтан ол аналитикалық формалы сөз деп айтылады. Демек, сөз формасы және грамматикалық форма ұғымдары бір-бірімен тығыз байланысты болғанмен, олардың айырмашылығы бар деген сөз. Келесі басты грамматикалық ұғымдардың біреуі грамматикалық категория деп аталады. Грамматикалық категория дегеніміз не? Грамматикалық категория дегенге әдетте мынандай анықтама беріледі: тектес, ыңғайлас, бірақ өз ішінде қарама-қайшылықта болатын грамматикалық мағыналар мен формалардың бірлігі, жиынтығы деген анықтама беріледі. Грамматикалық категория ретінде танылу үшін қандай да бір тұлғамыз белгілі бір сөз таптарына жаппай жалғанып, соның түрлену жүйесінің көрсеткіші болу керек. Яғни парадигма құрау керек. Мысалға, септік жалғаулары зат есімнің түрлену жүйесінің көрсеткіші болады. Яғни олар белгілі жүйемен түрленіп, парадигма құрайды. Сонымен қатар ол септік жалғау басқа сөз табына емес, тек зат есімге тән болғандықтан, сол сөз табының грамматикалық категориясын құрайды деген сөз. Демек, грамматикалық категория сөз таптарының түрленуімен байланысты деген сөз. Яғни сөз таптары қалай түрленсе, оның сондай категориялар ғана болады деген сөз. Біз келесі сабақтарда осы бір басты грамматикалық ұғымдардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталып талдайтын боламыз. Осы тақырып бойынша алдарыңызда әдебиеттер тізімі көрсетілген. Осы дәрісті осы әдебиеттерден толықтырып қарай аласыздар. Сау болыңыздар.